Армысыз қазақ ел, баршаңызға Алланың сәлем болсын. Кешегі үшінші соғыс дегеннен кейін маған біреулер сұрақ қойыпты. Қазақ халқы енді жақсы болады ғой деп. Айтып өшең, бірақ қане жақсы болады дегенді жатыр да. Иә, сен жеті ата тегіңді біліп, және қаныңды таза ұстап, салт дәстүріңді қайтқан әруағыңды дұрыстап жерге алсаң, онда сенде жақсылық болады. Жоқ, олай істемей Европаға, болмаса мына жақтағы Қытайдың тірлігіне кіріссең, онда болмайды. Неге дейсіз ғой? Қазақ халқы Азия мен Евразияның, Европаның ортасымыз біз. Тура ортасындағы сызықпыз. Осы жерде оң жағыңда, сол жағыңда, батысыңда, шығысыңда бәрі хайуандыққа кетті. Генетикалық өзгерді бәрі. Біздің әлем қазір 80% голубой. Ал сол 80% голубойдың ішінде 10%-ға жетер-жетпес қыздар лесбиянка. Қалған 10%-ы ол қазақ даласындағы тұрған тектік, генетикалық тектілік. Енді біз қоржынбыз. Егер біз қай жағына қарай ауамыз, хайуан болып Қытайға қарай ауып кетеміз ба, жоқ әлде мал болып Европаға ауып кетеміз ба, оны Құдай біледі. Қай жағына қарай аусақ, әлем төңкеріс болады. Сондықтан бізді еш жаққа аудырмау үшін бізге Құдай Құранның негізін, Библияның негізін, Таурат, Інжілдің, Забурдың бәрінің негізін бізге беріп, қазақтың салт дәстүріне бекітіп қойған. Басымды қазір кесіп алсаңдар да, араб халқының салт дәстүрі мен діні бізге келмейді. Ал дін біздің қазақтың салт дәстүрімен бірдей. Өзге де ұлттарының сенім нанымдары сондай. Бірақ біз қазақ ешқайсының сенім нанымына қарсы келген емеспіз. Неге? Әйтеуір Құдайды іздегендер деп сенгенбіз. Ал бүгін барлық дін ұстағандар Құдайды іздегендер емес екен. Олар қара жердің астындағы байлықпен біздің астымызды қазып алып кеткен іздеп жүргендер екен. Өтірік дін жамылып. Сондықтан бізге қазақ мәңгілік өмір берді. Сол адамдарға ата тегімен таза тұрған. Таза емессің ба? Онда құрисың. Жоғаласың жердің бетінен. Ал тазаларды алып қалады. Неге? Уже мына жер ана барша халықтан жеркеніп кетті. Астын қазып байлығын аламыз, үстінде хайуандық жасаймыз, және табиғатты ластап, ауа райын бұзатын небір химиялық атомдар ойлап шашып жатырық. Демек, біз қарғыс алдық. Жердің бетіндегі адамдардың бәрі қарғыс алды. Соның ішіндегі алғыс алған тектілікті ұстап, келатқан 10% қазақ қалды. Қалғандарын айтпаймын, 10% қазақ. Қалғандарының бәрі, сенбесеңіздер көріңдер, ұрлық жасаған, халықты тонаған, байлығын, Қазақстанның байлығын апарып шетелге салып, еврейге беріп қойған, осындай жерін сатқан, осындайлар. Сондықтан 10% қазақ аман қалу үшін бізге керек емес үкіметке барып, үкіметтің саясатына кірісіп, өйткені үкімет қазір Қазақстанды қалай алып барарын білмейді. Өйткені сатылып қойған бәрі. Өздеріне жүріп жатқанда ояқта шатақтарымыз жоқ. Біз тектілікті ұстап қалсақ болды. Өздері жоқ болып кетеді жердің бетінен. Сенбейсіздер ма? Мен сіздерге айтып көрейін. Теке мен серкенің екеуін қосып көрші, не туады? Әлем осындай болып жатыр. Сондықтан уже қыздары толмаған соң еркектер қыз болып туамын деп жатыр. Бізде де шықты ғой, Амина дей ма, Анамия дей ма, не дейді сонда. Міне, осындай тексіздікке кеткен кезде құримыз. Ал енді таза тектіліктерге күн санап өмір өтіп келе жатыр биікке қарай. Сондықтан қазақ халқы бір үйдің ішінде отырып, 10 еркектің 5-еуі қыз теке, 5-еуің еркек болып, бір үйдің ішінде жыныстық қатынасқа бару ғана қалды. Шетелдіктер сияқты. Міне сендерге Европа. Баклажкамен тамақ ішкендеріңізге мәссіңдер. Одноразовый, ой, культура, біз пакетке салып ішеміз, контейнер бар деп. А біздің халқымыз кезінде, қазақ деген ұлт, алтыннан, күмістен тамақ ішкен. Сендердің культураларың. Сондықтан айтам, ұлттық салт
дәстүр, аруағымызды сыйлап, тоқтап тұрайық. Міне келді. Ешкімді соғыспен қырып аламайсың. Бұл мылтықсыз майдан. Бұл жерде рухани күш, аруаққа жалғану. Табиғат жер өзі тегістеп жатыр. Аруағына жалғаспағандардың бәрін құртып жатыр. Демек, бүткіл әлем өзіне өзі құртып жатыр. Алла тағала келіп әрқайсыңды өлтірмейді. Бір-біріңе соғыс аштырады, бір-біріңді қырғызып қояды. Қай елде соғыс болып жатыр, демек олар сол соғысты тіледі. А сендер соғыс тілемейтін болсаңдар, онда қазақ халыққа қарай көшіңдер. Қазақ бекер айтпаған, таспен атқанды аспен ат деп. Осының бәрі ең соңында қазақша сайрап, қазақтың салт дәстүрін ұстап, қазақтың басына васиет. Сол кезде, әй қазағым, 60-70%-ларың голубой болып жүрмеңдер. Бар болыңыздар ағайын.